Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді бауырсақ дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жылы суымызды дайындап, оның үстіне бір шай қасық шекер саламыз. Оның үстіне бір шай қасық ашытқы саламыз. Екеуін жақсылап араластырып, 10 минутқа бөлек қойып қоямыз. Міне 10 минут өтті, осылай салмамыз, опорамыз осылай көтеріліп, әдемі болып шықты. Беті көпіршіп, ыстық су болмау керек, міндетті түрде жылы су болу керек. Ыстық су болса, тұрақ жұмыс пісіп кетеді. Ал енді қамырын дайындаймыз. Бір бокал жылы су, оның үстіне жылы сүт құямыз. Оның үстіне бір шай қасық дәміне қарай тұз саламыз. Мен бір шай қасық салдым. Сіздер өздеріңіз дәмін көріп сала бересіздер. Оның үстіне қаймақ саламыз. Қаймақ болмаса, майонез салуға болады, болмаса, сары майды салуға болады. Қалауларыңызша, салмасаңыздар да болады. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне електен өткізіп, аз ғана ұнымызды саламыз. Ұнымызды азырақ салып, оның үстіне жаңа алдын ала дайындап қойған дрожжды суымыз, яғни опорамызды құямыз. Оны құйып болған соң барлығын жақсылап араластырып, сосын бірақ үстіне ұнымызды салып, ары қарай қамырымызды илейміз. Қатты ғып, онды көп бірден салып жібермей, кішірек-кішіректен салып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Міне қамырымызды илеп қойдық, жұмсақ қылып. Енді оның үстінен азырақ сұйық майды құйып, басын тағы да біріктіреміз. Сұйық май құйып, осылай басын біріктірсеңіз, жұмсақ болып тез ашитын болады. Қамырын жақсылап біріктіріп болған соң, қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Міне қамырымыз ашып шықты, жұмсақ болып көріп тұрғандарыңыздай жақсы көтерілді. Менікі 40 минутта көтерілді. Енді осы бауырсағымыздың қамырларын ыдысымыздан шығарып, өзімізге ыңғайлы етіп суалалар жасап аламыз. Мен осы ашқан қамырымнан 3 суала шықты.
не білсін бауырсағымыздай болды. Менің каналыма тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.